Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де сіз әлі менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай сыр және картошкалы начинкалық чебуреки дайындаймыз. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысқа 250 мг ыстық қайнап тұрған суды құйып алыңыз және оған 1 шай қасық тұз қосыңыз және 3 ас қасық сұйық майды қосуыңыз қажет және оны араластырып шетке дайындап қойыңыз. Кейіннен електен өткізілген ұнды осы ыдысқа салып дайындаңыз және осы ыстық суды осы сұйық массамызды ұнға қосуымыз қажет болады. Алдында бірінші болып қасықпен араластырыңыз. Қолын сразу салсаңыз, қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сосын қолыңыздың көмегімен осындай мен видеода көрсеткендей етіп жұмсақ қамыр илеуіңіз қажет болады. Және қамырды осылай илеп шетке сәл 5-10 минутқа дайындап шетке қоя тұрыңыз. Оның арасында сіз картошканы немесе сіз етті қолдансаңыз да болады, бірақ мен картошкамен тұз және сырды қосып істедім. Сырдың өзін ғана істесеңіз, ол дәмі онша болмай қалады, ал картошка мен сырды бір-біріне қоссаңыз, дәмі өте ерекше, сыр ішінде созылып тұрып әдемі болып шығады. Бірақ ескертемін, сырдың өзін қоссаңыз біреулерге ұнайтын шығар, бірақ негізі сыр өзі дәмі сәл басқаша болып қалады. Сондықтан да картошкамен араластырғаныңыз жөн болып маған солай көрінеді. Бірақ начинкасын өзіңіз қалағандай салсаңыз болады. Осылай қамырды осылай жайып алыңыз және оны пышақтың көмегімен кесіп домалақ етіп дайындап қойыңыз. Сізге өзіңізге жаюға удобны болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жұқа қып жайыңыз. Қалың болса, ол арасы қамыры піспей қалуы мүмкін. Сол үшін де сіз мейлінше жұқа етіп жайғаныңыз дұрыс. Егер де сіз мен сияқты үлкен істегіңіз келмесе, майда чебурек істесеңіз де болады. Және ішіне кез келген начинканы салып, фаршпен пиязды қуырып та қоссаңыз болады. Осылай істеп шығасыз. Немесе сырды қоспай, картошканың өзінен пюрені қоссаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Және осылай әдемілетіп зигзаг пышақпен кесіп алдым және майға осылай салып қуырып аласыздар. Майға салған кезде үстіне майды құйып тұрыңыздар. Сол кезде ол үлпілдек болып шығады. Андай шариктер пайда болып, әдемі ісіп шығады. Майды құйып тұрсаңыз. Осылай қуырып аласыз және қуырып алғаннан кейін оны газеттің үстіне немесе қағаздың үстіне қойыңыз, майды суырып алу үшін. Осылай өте әдемі чебуреки болып шығады. Егер де ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше.